Бәріне сәлем, сіздермен бірге Беймиле платформасының YouTube каналы және де мен Саяжан Құдайберген. Бүгінгі видеода университетке қандай құжаттар керек екенін айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Сөзімді бастамас бұрын бізге тіркеліп, лайк басып қойып. Конкурс аяқталған соң оқушылар мемлекеттік грантты ұтпағаны жайында біледі. Университетке қажетті құжаттар тізімі мамандықтар мен жоғары оқу орындарына байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Ал мына құжаттар тізімі еліміздегі университеттердің басым көпшілігіне ортақ. Тізімнің өзіне келетін болсақ, электрондық құжат нысанындағы өтініш, аттестаттың электрондық көшірмесі, 3/4 көлеміндегі фото, ОБТ-ның электрондық сертификаты, білім беру грантын беру туралы электрондық куәлік болған жағдайда. Педагогика және медицина мамандықтарына оқуға түсетін түлектер үшін психометриялық тест нәтижесі керек. Егер талапкер 18 жасқа толмаған болса, мемлекеттік грантқа өтініш беру және жоғары оқу орындарына құжат тапсыру ата-анасы немесе қамқоршысы арқылы жүзеге асады. Сіздермен бірге болған Беймиле платформасының YouTube каналы және де мен Саяжан Құдайберген. Видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңа жібер. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.